أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Сәресі дұғасы. نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Ауызашар дұғасы. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Қош келдің, Рамазан. Ораза қабыл болсын. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля сайидина расулиллах, ва алихи ва сахбихи ва ман валах, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сұрақ: ораза дегеніміз не? Ораза араб тілінде саум деп аталынады. Яғни саумның тілдік мағынасы барлық нәрселерден тыйылу дегенді білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасына келсек, таң атқаннан күн батқанға дейін ораза ниетімен тамақ жеуден және ішуден, сондай-ақ төсек қатынасынан тыйылу дегенді білдіреді. Ораза қабыл болсын. Оразаның үкімі не? Ораза тұту әрбір мұсылман, ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен ер мен әйелге парыз. Алла субхану ва тағала Құран кәрімде «Фәмән шахида минкум аш-шахра фәльясумху». Кімде-кім ораза айында болса, ораза ұстасын. Сондай-ақ «Я айюхаллазина аману кутиба алейкум ас-сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун». Ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз болды. Мүмкін тақуа боларсыңдар дейді. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мұбарак хадисінде исламның 5 рүкінінің бірі ретінде Рамазан айында ораза ұстауды атап өткен. Сонымен қатар бүкіл үммет оразаның парыз екеніне бір ауыздан келісті. Ендеше Рамазан айында ораза ұстауды парыз екенін біле тұра орындамаған адам күнәһар болады, ал мойындамаған адам діннен шығады. Ораза қабыл болсын. Ораза ұстаудың хикметі неде? Ораза ұстаудың бірнеше хикметтері бар. Бірінші, ол адамды тақуалыққа жетелейді. Себебі Құран кәрімде Рамазан айында ораза ұстаудың парыз екені айтылып, соңынан лааллакум таттақун, мүмкін тақуа боларсыңдар делінген. Екінші, сабырлыққа тәрбиелейді. Себебі ораза ұстау ол сабырлықтың жартысы, ал сабырлық имандылықтың жартысы делінген. Сондықтан да ораза ол адамды сабырлыққа тәрбиелейді. Үшінші, адамның денсаулығына пайдасы мол. Себебі адам алды артына қарамай, беймезгіл тамақ жеу арқылы дертке шалдығып қалуы мүмкін. Ал Рамазан айында ораза ұстау арқылы ол жылына бір рет болса да асқазанын тынықтырады. Төртінші,
мұқтаж жанның қадір қасиетін түсініп, сондай-ақ Алла Тағаланың берген нығметінің қадірін түсінеді. Алла Субхану ва Тағала бізге сан-санақсыз нығметтер берді. Кейде біз жеп жатқан тағамымыздың, ішіп жатқан сусынымыздың қадірін түсіне алмай қаламыз. Алайда шөлдеген кезде, немесе аштықты сезінген кезде міне осы тағамдардың қадірін түсінеміз. Сондай-ақ дәулетті кісілер мұқтаж жандардың қадір қасиетін білмеуі мүмкін. Дегенмен Алла Субхану ва Тағаланың Рамазан айында ораза ұстау арқылы ол аштықты сезінген кезде міне сол мұқтаж жандардың қадірін түсініп оларға қол ұшын береді. Ораза қабыл болсын. Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля сайидина расулилля, ва алихи ва сахбихи, ва ман вала, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ораза дұрыс болу үшін қандай шарттар орындалуы тиіс? Ораза дұрыс болу үшін мынандай шарттар орындалу міндеттеледі. Бірінші, ниет. Оразаның әрбір күні жеке бір құлшылық саналады. Сондықтан да әр күніне ниет ету тиіс. Ниет Алла разылығы үшін пәлен күні ораза ұстаймын деп жүрекпен шешім қабылдау. Тілмен айту шарт емес, бірақ айтса оқасы жоқ. Ендеше оразаға дәлел болатын кез келген іс-әрекет немесе сәресіне тұрам деген ойдың барлығы ниетке жатады. Оразаға ниет ету түннің әуелгі уақытынан, яғни шам намазынан кейін басталып, бесінге 1 сағат қалғанға дейін жалғасады. Екінші, әйелдер етеккірі және нифас қанынан ада болу керек. Себебі әйелдер етеккірі және нифас қаны кезінде оларға ораза ұстауда, намаз оқуға да тыйым салынады. Бірақ оразасының қазасын өтейді де, намаздың қазасын өтемейді. Мааздан жеткен риуаятта ол былай дейді: Айша анамыздан неге әйелдер оразаның қазасын өтейді де, намаздың қазасын өтемейді деп сұрағанымда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бізге осылай әмір еткен деп жауап береді. Үшінші, оразаны бұзатын жағдаяттардан аулақ болу керек. Алла Субхану ва Тағала баршамыздың оразаларымызды қабыл еткей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тарауих намазының тәсбихі. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Әзірет Сұлтан мешітінің азаншысы Еркебұлан Алпысұлы.